Жазғы маусымның басында барлық қонақтар көптеген қызықты және тартымды іс-шараларға ие және әдетте ең кең тарағандардың бірі пикник, ал жаздың ішінде бірде-бір тағам қашанда кебу болды. Жалпы алғанда әртүрлі вариациялардағы шейк кебабы әр елдегі тағамдарда кездеседі, бірақ тарихи түрде бұл шын мәнінде кавказдық нәзіктік болып саналады. Бұл тағамның атауы шын мәнінде қуырылған тағамға қуырылған деп аударылады, бірақ бұл декодтауға қарсы ет сиыр кебабында қуырылмайды, бірақ пісіріледі. Бұл оның барлық очаровых, ет шырынды емес, хош иісті шырыны жоғалтады және қалың алтын қыртысының астында ыстық көмірлерде жатыр. Осы таңғажайып тағам туралы осы мақалада шиша кебабының пайдалы және зиянды қасиеттері туралы айтатын боламыз. Шашлык кәуапты ұнатпайтын адамдар аз. Дегенмен бұл тағамның көңіліңізге лайық бірнеше нәзік нюансты жасыратынын ұмытпаңыз. Олардың бірі сілекейлі кебапта канцерогенді заттардың жоғары мөлшері. Шашлыктың негізгі зиянды қасиеттері: көмір күйіп кеткенде бензопирен ауаға шығарылады, ол түтінмен көтеріледі, сосын ет бөліктеріне қонады. Бұл адам ағзасына өте пайдалы емес. Шамамен сол сандағы канцерогендер саны ет пісірілген қыртыста бар және бұл балыққа қатысты. Сарапшылар өздерінің денесін қайта жаппау үшін қыртысты кесуге кеңес бермейді. Әрине, өкінішті, өйткені 40 қабат барлық тағамдық кебаптың ішіндегі ең дәмділігі, бірақ сіз білетіндей, денсаулығыңыз аса маңызды, және асқазанға толы болса, сіз ауыр онкологияны алу үшін қауіп төндіресіз. Етті жаңа піскен тұздықта пісіруден бұрын сіңдіруге болады. Бұл етке канцерогенді заттардың мазмұнын азайтуға ғана емес, сізді көптеген зиянды микроорганизмдерден де қорғайды, себебі олар қышқыл ортадан өте қорқады. Тұздық, шарап, шырын немесе сірке суы ретінде өзіңіз қалағандай әрекет етуіңіз мүмкін. Мысалы, қытырлақ етке қарағанда ол холестеринді қамтымайды және ол пісірілгенге қарағанда өте дәмді болады. Шешкекті пайдалану тіпті пайдалы болуы мүмкін және адамның артрит пен жүрек-қан тамырлары жүйесімен байланысты аурулардан қорғауы мүмкін деп есептеледі. Бірақ әрине, ет барлық тонкости және нюанстарды ескере отырып дайындалған жағдайда. Өкінішке орай, сиыр кебабын барлық жастағы адамдар жақсы көретініне қарамастан, оны ұсынбайтын адамдар бар. Атап айтқанда, бұл асқазан ішек жолымен проблемалары бар адамдарға қатысты. Шешкекті дайындау кезінде ең маңызды нәрсе етті таңдау. Дәмді емес, қатты немесе мұздатылған болса, барлық күш-жігеріңізді жоққа шығарады. Тұтастай алғанда, мұздатылған ет етекше кебаптерге рұқсат етіледі, ал көптеген тағамдарға кеңес берілмейді, себебі олардың мұндай емдеу дәмі айтарлықтай нашарлайды. Дегенмен жаңадан алынатын етті қолайсыз. Қаннан суырылып кетуден күтіп тұру керек, содан кейін ғана маринадталады. Егер жануар ескірген болса, онда ештеңе жасалмайды. Бұл ет жақсы емес, дәмдеуіштер мен маринадтар оны сақтамайды. Дегенмен тіпті сіздің жаратылысыңызға арналған бастапқы материал барлық нюанстарды ескере отырып таңдалған болса да, ешқашан кешкі кебаптың дәмін бұзу үшін кеш емес. Мұндай жағдайда сіз кефирді тұздық ретінде пайдаланған кезде және етке бір стақан шарапқа қызмет етсеңіз болады. Мұндай комбинациядан тек әлсіз науқас асқазан бүлдіріп қана қоймайды, тіпті денені сау етеді. Атап айтқанда, асқазанның өмірін қиындатады. Айтпақшы, ас қорытуды бұзатын адамға дайын етілетін етті таңдауға өте абай болу керек. Мысалы, қой етінің кебабы оған пайда келмейді, себебі қой етінің өзі өте ауыр ет. Дәстүрлі еттің осы түрін қолданумен сусын кебабы екендігін айта кету керек. Ол өте хош иісті, шырынды және дәмді, бірақ ол басқаларға қарағанда әлдеқайда қымбат. Бірақ бұл жағдайда шошқа ертіндісі мінсіз. Дене сіңіре алу әлдеқайда оңай, бірақ оның шырынды, нәзік дәмі мен ғажайып иісі кез келген гурманның ақыл-ойына әсер етуі мүмкін. Мариновка бұл еттің көп уақытын талап етпейді, және менің ойымша ол қызығушылықпен төлейді. Нәзік етті таңдаған дұрыс, содан кейін асқазанға ешқандай қиындықтар болмайды. Видео ұнаса лайк және пікір қалдырыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар.